Қайырлы күн, менің есімім Аталық Нұрлыбек. A-Pro Academy бағдарламалау мектебінің негізін қалаушысымын. A-Pro Academy 2019 жылы Атырау қаласында ашылған IT білім беретін сондай бір орта. Қазіргі таңда 500-ден астам оқушы, студент және ересек адамдарды оқытып келе жатқан бірден бір IT мектеп. Біздің концепциямыз нақты нарыққа керек практикалық тұрғыдан білім беру. Бұл жолда бізге командамыздың тәжірибесі өте қатты көмегі тиеді. Ол жерде әлемдік деңгейде, яғни Google сияқты үлкен компанияларда жұмыс жасаған тәжірибелі мамандарымыз бар. Олардың былай айтқанда практикалық білімдерін біз студенттерімізге беруге асығамыз. Командамызда жас әрі тәжірибелі шет елдерде жұмыс жасап көрген немесе осы Атырау, Алматы, Астана қалаларында үлкен компанияларда жұмыс жасап жатқан IT мамандар. Олардың ерекшеліктері қазіргі таңда да өздері үлкен істерді атқарып жатыр. Біздің аудитория жалпы кішкентайлардан басталады. Біз оларға спорттық бағдарламалау, Python негіздерін үйретеміз. Одан кейін үлкен ересек адамдарға арнайы курстарымыз ашылады. Ол салы бізде основа Python, ол жерде Telegram бот жасауға дейін барады. Одан кейін backend разработка C#.net тілінде, яғни ол жерде бізде көптеген жақсы результаттар бар. Ол жер біз мысалы жергілікті NC компанияларына IT мамандарын дайындасақ, одан бөлекте басқа шетелдік компанияларға жұмысқа кірген студенттеріміз бар. Және де жаңадан қосылған курстарымыз бар. Ол жерде Flutterflow сияқты курс. Flutterflow'да мобилді қосымша жасап үйретеміз. Одан кейінгі курсымыз дата аналитика болып табылады. Яғни қазіргі актуалды үлкен бір курстарымыздың бірі. Одан бөлек тенденцияға байланысты AI, яғни ML инженер деген курс ашып жатырмыз. Ол курста бізде Япониядан маман онлайн, яғни қазір сол бағытта жұмыс жасап жатқан маман онлайн сабақ беретін болады. Бүкіл курстарымызда логика және математикалық тестілеу өтеді. Ол тестілеуде 30 сұрақ болады, және де 50%-дан асу керек. Тек қана ML инженер курсында бізде Python негіздерінен 30 сұрақ болады. Кімде-кім сол 50%-дан асырса, біз курсқа қабылдаймыз. Біздің A-Pro Academy мектебімізде бағалау системасы ол бірінші әрине үй жұмыстарын уақытылы жасау, графикке байланысты. Одан кейінде сабақтарымызда белсенді болу, 80%-ді қатысым. Ең соңғы проектіміз болады. Бізге жасап тапсыру, қорғау, сол біздің басты критерияларымыз. Бізде ML инженер курсы онлайн форматта өтеді. Қалған барлық курстарымыз офлайн форматында өтеді. Біздің методикамызда қазіргі, яғни индивидуальный подход бар. Себебі біз әр студенттің жеке дара дамығанын қалаймыз. Ол үшінде біз LMS платформаны, яғни бізде қазір Техорданың студенті бар, түлегі, бізге LMS платформа жасап берді. Ол LMS платформа арқылы біз студенттердің үлгерімін, сабаққа келіп қатысуын, қатыспауын, және де ол жақта біз бағанағыдай бағаны қою методымызда өзгерді. Бұрын тек қана оның техникалық білімдеріне қоятын болсақ, қазір оның мотивациясына, басқа да критерияларға біз баға қоямыз. IT бағытта біз оның потенциалын көре аламыз. Одан бөлек біздегі манағы айтқандай сабақ беру аз теория, бірақ көбірек практика ісінде жүреді. Жұмыс берушілермен сөйлескен кезде, анализ жасаған кезде осы рынокты студенттің былай айтқанда білімін, практикалық білімін тексереді. Оларды
қалай дамыту мәселесінде біз меморандум отырған FSSA компаниясы, Атырау Техинвест компаниясы және де Норсек компанияларымен біз бірігіп, одан біздің бітірген түлектерге жұмыс іздейтін мүмкіндік жасап жатырмыз. Осы жылғы біздің үлкен жаңалықтарымыздың бірі ол біздің A-Pro Academy'дің Ақтөбе қаласында филиалымыздың ашылуы. Ол филиалда бізде арнайы тағы да курстар қосылып, үлкендерге және кішкентайларға үлкен мүмкіндіктер туып жатыр. Келесі жылға бізде үлкен былай айтқанда мақсаттарымыздың бірі ол Астана және Алматы қалаларында өзіміздің филиалдарымызды ашу. Бізде жергілікті былай айтқанда серіктестеріміз көбейіп бара жатыр. Оның ең бірінші серіктесіміз Атырау университеті Халел Досмаев атындағы. Одан бөлек қазір Атырау полит университетімен және де Атырау полит колледжімен келіссөздер жасалып, меморандумдарға қол қойылып жатыр. Жалпы Атырау қаласы бойынша өте көп мүмкіндіктерді бізге ұсынып жатқан мекемелер бар. Және де бір жаңалығымыз A-Pro Studio'ның іске қосылуы. A-Pro Studio проектісі бізде студенттерге практикалық жұмыстар береміз. Яғни бұл шынайы кейстер, яғни сайттар, приложенияларды осы жерде алып, менторлар болады, өздері біздің бітірген түлектерімізге шынайы кейстер береміз. Ол кейстарды орындап, біздің студенттеріміз өздеріне тәжірибе алады. Одан кейінде бізде A-Pro Solutions деген компаниямыз бар. Ол компанияда бізде үлкен ERP сияқты системаларды былай айтқанда жасап, ол жаққа өзімізден шыққан студенттерімізді жұмысқа алып жатырмыз. Қазіргі Upwork сияқты системаларда жұмыс жасап, Америкадан, Мексикадан, Кипрдан алған жұмыстарымыз болды, және оны біздің түлектеріміз жақсы жасап шықты. Осы тәжірибемізді ары қарай дамытып, үлкен бір проектке айналдырмақ, яғни экожүйе құрып жатырмыз. Көп рахмет.